еліміздің тәуелсіздігін қамтамасыз етудегі жұмысы үлкен. Бұл жөнінде халықтың, ел-жұрттың, шет елдің бұл жөніндегі Нұрекеңге деген ризашылығы басым. Нұрекеңнің бір айта кететін нәрсесі, қазақ деген ұлтты әлемге танытты. Қазақ деген ұлттың республикаға бірігіп, Қазақстан Республикасы атанғанын әлемге танытты. Түрлі форумдар, жиналыстар, эксполар өткізу арқылы Қазақстан бүкіл әлемге белгілі болды. Екінші жағынан, Назарбаев елімізде нарықтық экономиканың қалыптасуына, елдің экономикасын ілгері бастыруға, халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға еңбек сіңірді. Үшінші бір үлкен мәселе, еліміздің астанасын арқаға көшірді. Қазіргі Нұр-Сұлтан, бұрынғы Ақмола, одан кейін Астана қаласы. Осы арқылы солтүстікті біріншіден қазақтандырды. Қазір Астанадағы миллионнан астам халықтың басым көпшілігі қазақтар. Екіншіден, Астана елдің шетінде емес, республиканың қақ ортасына орналасты. Міне осы арқылы Назарбаев Астана арқылы да елімізді, халқымызды әлемге танытуға жұмыс жасады. Назарбаевтың билікке сіңірген еңбегі зор. Билікте отырып, осы Орта Азиядағы мемлекеттердің ішінде ең бірінші билікті өз қолынан беріп, басқаға тапсырған кісі осы біздің Назарбаев болды. Қазірде де ол елдің, халықтың алдынан алыс емес, елді ары қарай дамытуда президентке, тағы басқа қажетті жерлеріне өзінің ақыл кеңестерін беріп отыр. Сондықтан Назарбаевтың елімізге деген еңбегі, елімізге деген жұмысы, бұл қалай айтсақ та мақтауға тұрарлық жұмыс.